Сәлем оқырман, біз бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын үй жағдайында люля кебаб дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Алдымен оған сиырдың фаршы қажет. Оған блендерден өткізілген пияз немесе ұсақтап турап алсаңыздар болады. Және оның үстіне бір жұмыртқа, тұз және бұрышты қосып жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Фаршымызды араластырып жатқан кезде осылай қолымызбен ұрғылап жібереміз. Және бізде люля кебаб жасау үшін шампурдың орнына жаңағындай шпажка қажет болады. Осылай қолымызбен жаңағы фаршымызды алып дөңгелектеп аламыз. Ортасына жаңағы шпажкамызды салып, люля кебабтың формасын жасайтын боламыз. Яғни қолыңызбен басып осындай ұзынша форма жасап аласыздар. Яғни люля кебабтың формасына келтіріп аласыздар. Және осындай қылып противеньге орналастырып духовкаға пісіріп алатын боламыз. Және соус дайындаймыз. Үйде бар ингредиенттермен дайындайтын боламын. Менде қызанақ, болгар бұрышы және көкшөптер, сарымсақ барлығын араластырып осындай блендермен езіп мен соус жасап алдым. Және үстіне қалаған сұйық майды қосып араластырып алсаңыздар болады. Және осылай соус жасайтын ыдысқа салып қойдым. Біздің люля кебабымыз дайын болды. Осындай тарелкеге орналастырып саласыздар. Яғни мен лавашты дүкеннен сатып алдым. Ортасына люля кебабты салдым, үстіне жуаны салдым және манағы дайындаған соусымызды құйып жеп алдық. Өте дәмді болып шықты. Сіздер жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Ас болсын.